Ассалаумағалейкум. Ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін 25 ақпан сәрсенбі. Тақырып Украина соғысы мен Ирандағы шиеленіс туралы. Ресей Украина соғысына 4 жыл толған сәтте Ресей тағы бір сарынына басты. Атап айтқанда, Лондон мен Парижі Украинаға ядролық қаруларын бермек деген мәселені көтере бастады. Мұндай ақпаратты соңғы күндері Ресейдің әртүрлі бақтары, сондай-ақ кейбір шенділері де жиі айта бастады. Осыған байланысты Украина тарапы бұл арандату деп мәлімдесе, Лондон мен Парижде Ресей өзінің заңсыз басталған соғысын жалғастыру үшін әдейі осындай қауесет таратуға әуес деп мәлімдеді. Жалпы 4 жылдан бері Ресей мен Украина арасындағы шиеленіскен бұл жағдайдың жуық арада шешіле қоятын түрі жоқ. Өткен жылдың соңында мамандар Ресей мен Украина арасындағы ұзаққа созылған бұл соғыс мамыр-маусым айларына қарай соңына жетуі мүмкін деп болжаған еді. Дегенмен кешеден бері батыстың кейбір ақпарат құралдары Трамп Украина-Ресей соғысын шілде айының ортасына дейін аяқтатуды көздеп отыр деп жазады. Сонымен қатар, осыдан 2-3 күн бұрын Трамптың арнайы өкілі Стив Виткоп алдағы 2-3 апта ішінде Зеленский мен Путиннің кездесуі өтуі мүмкін деген мәселені де айтып қалды. Әрине, Зеленский осыдан бұрын Путинмен бетпе-бет кездесіп, мәселені шешуге талай рет талпынған. Алайда Путин Зеленскиймен кездесуден бас тартып келеді. Егер кезіккін келсе, Мәскеуге кел деген талап айтуда, ал Украина президенті Путинмен Мәскеуде кезігуден бас тартып отыр. Қазір майдан шебінде үлкен өзгеріс жоқ. Өткен 4 жылда Қырымды қоса алғанда Ресей Украинаның 20% аумағын басып алды. Әрине, Қырым, Донбастың бір бөлігі 2014 жылдан бастап ресейшіл күштердің бақылауына өткенін ескерсек, кескілескен қанды шайқас арқылы Ресейдің басып алған аумағы өзінің әскери шығынымен салыстырғанда мардымсыз болып отыр. Оның үстіне Донбастың қазір 20%-дан астамы әлі де Украина күштерінің бақылауында. Қазір екі тараптың келіссөзінің таласының түйіні де дәл осы Донбас мәселесі болып тұр. Әу баста Ресейдің мақсаты Одессаға дейін әскерінің басын тіреп, керек болса Молдова жеріндегі Приднестровьені де құрлық арқылы жалғауды көздеген болатын. Әрине, осы 4 жылдық соғыстың ең үлкен нәтижесі ретінде Ресейдің Қырым түбегін құрлық жолы арқылы жалғағаны болды. Атап айтқанда, Запорожье, Херсонның бір бөлігін басып алу арқылы құрлық арқылы тұтасатын жолды Қырым түбегіне жалғады. Бұл Ресейдің соғыстағы қол жеткізген мардымсыз жетістіктерінің бірі. Алайда адам шығыны туралы айтатын болсақ, қазірге дейін Ресейдің нақты шығыны 1 миллион адамнан асып кетті деген болжам бірқанша мәрте айтылды. Керек десеңіз, өлген сарбаздардың аты жөнін анықтап жариялайтын кейбір ақпарат құралдары осыған дейін Ресейдің шығынының 200 мыңнан асып кеткенінде айтқан болатын. Қысқасы, Ресейдің шығыны Кеңес одағының кезінде Ауғанстанға басып кірген 10 жылдық соғысынан асып кеткені әлдеқашан дәлелденіп болған ақиқат. Әрине, Украинаның да шығыны аз емес, бірақ өлген адам саны Ресейге қарағанда аздау деген мәселе бұған дейін де айтылған. Дегенмен, соғыстың аты соғыс. Өткен 4 жылда 45 миллион халқы бар Украинаның 10 миллионнан астам халқы шетелге босып кетті. 1 миллионнан астам адамы майдан шебінде қару алып соғысып жатыр. Ел ішінде босып жүрген азаматтар да аз емес. Оның үстіне Украинаның көптеген қалалары соққыдан қирады. Қазір Украинаға негізінен қуатты қолдау көрсетіп тұрған Еуроодақ ғана. Жақында Еуроодақ Украинаға 90 миллиард еуро қаржы бөлуді мақұлдаған еді. Алайда
бұған Венгрия өте қойған. Дегенмен, кешеден бергі жаңалықтарға қарағанда Еуроодақ Венгрияның қарсылығына қарамастан осы 90 миллиард еуроны Украинаға беру жөнінде шешім шығарды деген ақпарат тарап жатыр. Венгрия демекші, соңғы кездері Венгрия мен Словакия да Украинаны бопсалауға көшті. Егер Украина достық құбыры арқылы Ресейдің мұнайын тасымалдауды жалғастырмайтын болса, онда біз Украинаға электр энергиясын беруді тоқтатамыз деп сес көрсеткен болатын. Словакия тіпті 23 ақпан күні Украинаға энергия жеткізуді тоқтататынын мәлімдеп те үлгірді. Бірақ Украина бұған әлдеқашан балама тауып қойған тәрізді. Ал енді Ирандағы шиеленісті жағдайға келсек, жұма күні Женевада ақш пен Иранның кезекті келіссөзі өтеді. Не болса да, осы реткі келіссөзде Иранның тағдыры шешілгелі тұр. Егер Иран осы келіссөзде ақш пен келісімге келіп, бейбіт бітім жасаса, Парсы шығанағы төңірегінде соғыстың болмауы ықтимал. Егер келісімге келе алмаса, наурыз айының ішінде ақштың Иранға соққы жасау ықтималдығы өте күшті болып тұр. Өйткені ақш қазір таяу шығысқа қисапсыз әскерін, қыруар техникасын топтап болды. Ұшақ таситын алып кемесінің өзінен екеуі әлдеқашан таяу шығысқа жақын маңға орналасып бұйрық күтіп тұр. Иранның өзі де қазір бір тараптан келісімге келетін ниет танытса, енді бір тараптан ықтимал болатын соғысқа сақадай сайланып жатыр. Керек десеңіз, Иран басшылары өлтірілген жағдайда елді кім басқару керек, қалай әрекет ету керек деген ең нашар сценарийдерге дейін талқылап, Хаминейдің орнын, президенттің орнын басатын адамдарды да ішкі жақтан белгілеген тәрізді. Ең маңыздысы, соңғы күндері Иранда наразылық акциялары қайта жандана бастады. Университеттерден басталған бұл наразылық шаралары қайтадан бүкіл ел көлеміне ауа жайылуы мүмкін. Бұл өз кезегінде Иранды ішкі жақтан ірітсе, сыртқы жақтағы ақштың қысымы да Иран билігін аудармай тынбауы мүмкін. Әрине, осыдан бұрын Дональд Трамп мәлімдеме жасағанда, Иран өткен жылдың соңындағы басталған наразылық шеруіне қатысқандарды жаныштау кезінде 32 мың адам опат болды деп жариялаған болатын. Женевада өткен келіссөз кезінде Иран мен ақштың негізгі талас түйіні ядролық бағдарламаны дамытпау, алысқа ұшатын зымырандарды өндірмеу болған көрінеді. Бірақ Иран ядролық қаруларды дамытпау мәселесінде жол беретін сыңай танытқанымен, алыс қашықтыққа ұшатын зымырандарды өндіру ол біздің құқығымыз деп қасарысқан сыңайлы. Демек, осы жұма күнгі келіссөзде осы бір таласты түйіндердің түйіншегі шешілсе, онда таяу шығыста тағы бір соғыстың алды алынғалы тұр. Дегенмен, үміттен күдік басым. ақш қалайда Иранға шағын көлемде болса да соққы беруі мүмкін. Егер ақш Иранға соққы жасайтын болса, біз де қарап отырмаймыз деп Ирак жеріндегі Иранның жақтас күштері, сондай-ақ Хизболла да Израильмен болатын ықтимал шайқасқа жасырын дайындалу үстінде. Кеше Израиль тарапы Хизболлаға арнаулы ескерту жасап, егер Иран мен Израиль арасында қандай да бір қақтығыс туыла қалса, бұл қақтығысқа Хизболла араласатын болса, онда біздің жауабымыз өте жойқын болады деп ескерту жасады. Батыстың кейбір сарапшылары мұны қорыққан бұрын жұдырықтайтынын кебі деп те сипаттап отыр. Әрине, ақш соққы жасаса, Иранның таяу шығыстағы ақштың әскери базаларына Иранға соққы жасау мүмкіндігі күшті. Бірақ соққының мөлшері және қуаты қаншалық болады, ол айырым мәселе. Өткен жылғы 12 күндік соғыста Иранның Израильға және ақшқа берген соққысының қуаты шамалы болды. Тек ереуілге қарулы ретінде жауап қайтарғаны болмаса, Иранның бұл соққысынан Израиль айтарлықтай зардап шегіп кеткен жоқ.
Енді міне екі ел арасындағы текетірес күшейген сәтте Иран тағы да бұл жолы аямаймыз деп өзінің ірге күшін танытуға бар күшін салуда. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.